Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлы техникалық колледжінде 5-ші білім беру саласындағы әлеуметтік педагогикалық инновациялар жәрмеңкесі онлайн форматта өтуде. Негізгі мақсат дарынды ұстаздарды анықтау және олардың тәжірибе алмасуына мүмкіндік беру. Іс-шара жыл сайын ауқымын кеңейтіп келеді. Бүгінде ол халықаралық деңгейге жетіп, Қазақстаннан бөлек Ресей, Беларусь елдерінің білім мекемелері де қосылды. Сондай-ақ биыл жәрмеңке колледждің 100 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. Аталған оқу орнының биылғы оқу жылында 100 жылдық мерейтойы, осы аталған халықаралық жәрмеңкеміз осы 100 жылдық мерейтойына ұласқалы отыр. Сондықтан бұл халықаралық жәрмеңкеміздің 3 жыл офлайн форматта өтсе, 2 жыл онлайн форматта өтіп жатыр. Биыл жәрмеңкеге университет, колледж, мектептер мен мектепке дейінгі оқу орындары, қосымша білім беру ұйымдарының өкілдері барлығы 300-ден артық педагог қатысуға ниет білдірді. 3 күнге созылатын шараның алғашқы күні дискуссиялық алаңдарға арналған. Тақырыптар бірнеше бағытта өрбіді. Оқу тәрбиесін ұйымдастыру, оқытудағы инновациялар, салауатты және қауіпсіз орта, білім беру мен әлеуметтік саладағы инклюзия. Сонымен қатар еріктілер ұйымдары, WorldSkills қозғалысы, студенттер мен оқушылар арасында кәсіпкерлік дағдыларды дамыту және оқу тәрбие процесін психологиялық сүйемелдеуге қатысты өзекті сұрақтарға баса назар аударылды. Ұстаздардың жалпы өздерінің жаңағы іс тәжірибесінен өздерінің шығармашылық еңбектерін мен тәжірибесін алмасу, көрсете алу, өздері бағалай алу сияқты және жалпы жас ұстаздарды шығармашылыққа баулу мақсатында ұйымдастырылып келеді. Екінші күні әрбір педагог өз жұмысын қорғап, әдістемелік құралдарын таныстырмақ. Кейін барлық ұсынылған авторлық жұмыстар Padlet виртуалды тақтасында және колледждің YouTube арнасына жарияланады. Яғни материалдар кез келген қатысушыға қолжетімді болмақ. Осылайша мұғалімдер өзіндік шығармашыл идеялармен алмасып, бір-бірінің оқыту әдістерін толықтырып жаңарта алады. Бүгін осы жәрмеңкеде әр оқытушы өзі инновациялық жұмыстармен таныстырады. Өздерінің тәжірибеде жинаған жұмыстарын бөлседі. 3 күн бойы олар бір-бірімен осы тәжірибемен алмасып, сондай бір әдістемелік құжаттар жиналады. Кейін қорытынды кезеңде марапаттау рәсімі өтіп, үздіктердің есімдері аталмақ. Қатысушыларға сертификат, грамота, мадақтамалар табысталады. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.